Қасындағы келіншектің құлағына әлденені сыбырлап күліп, белінен қапсыра құшақтап алып алыстап бара жатқан күйеуіне қараған Айнұрдың астында жер қозғалып кеткендей, демі тарылып, көзі қарауытып кетті. Сонда қалай болғаны? Жол сапарға кетті деген күйеуі танауының астында осы қалада нақ сүйермен тайраңдап жүргені ме? Не деген опасыз малғұн еді? Ішіндегі ашу-ызасы бетіне шығып қызарып кеткен Айнұр даяшының әкелген тамағына да қарамай, қалтасынан бір уыс ақшаны санамай тастай салды. Жүгіріп көлігіне отырды. Болаттар кеткен жаққа қанша қарағанымен олар көзіне көрінбеді. Машинаның рөліне басын қойып шарасыздықтан еңіреп жылап отырған Айнұрдың ойын шырылдаған телефон бұзды. Дархан ғой. Таңертеңнен үздіксіз телефон шалған Дарханның нөміріне қарап отырып тұтқаны көтерді. Айнұр, өтінемін, тұтқаны қоймашы, кешірші мені. Ақымақтық жасаппын, қалай болғанын өзім де ұғына алмай қалдым. Жан ұшыра жылдамдатып сөйлеп жатқан Дарханды тоқтатып, саған өзім хабарласамын деп тұтқаны қойды. Көз жасын сүртіп, айнаға қарап, қызарып кеткен бетін опалап біраз отырды да шешімді түрде қонақ үйге кіріп, Болаттың жатқан нөмірін сұрап біліп алды. Қонақ үйдің есігінен көзін алмай 2 сағат отырған ол, көп адамның ішінен алшаң басып келе жатқан күйеуін жазбай таныды. Қасында күлімді келе жатқан келіншектің де өңі таныс сияқты. Бір жерден көргені әбден анық. Толықтау денелі, шашы иығына түскен, әкетіп бара жатқан әдемілігі де жоқ, шамалы, қанша жыл отасқан жан-жарымен балаларын ұмытып, құшағына құлайтындай не сиқыры болды екен бұл сылқымның. Лықсып келген ашуына әрең тежеп, екеуі есіктен кіріп кеткеннен соң 10 минуттай қимылсыз отырған Айнұр жүгіре басып бағана біліп алған нөмердің есігін қақты. Бұл кім? Кешіріңіз, сізге хат тастап кетті, деді даусын өзгертіп. Есікті ашқан беліне жоғары жалаңаш күйеуіне ашу-ызаға толы жанарымен қарап қалған Айнұр, қара бет, опасыз деп тістене сыбырлап бетіне былш еткізіп түкіріп, бұрыла сала жүгіре жөнелді. Айка, тоқташы деген күйеуіне қайырылып қарамады да, жүгіріп келіп, көлігін оталдырып, орнынан ұша жөнелді. Бірталай көшені басып өтіп, ызғытып келіп, бір жерге келіп тоқтаған соң ғана өкіріп жылап жіберді. Телефоны үздіксіз шырылдауда. Бір қарап еді, Болат екенін көріп лақтыра салды. Көз алдына манағы көрініс қайта келіп, өксігін басалар емес. Төсекте керіліп отырған келіншекті де жазбай таныған. Күйеуімен бірге жұмыс істейді. Бірнеше рет отырыстарда бірге болған. Қателеспесе, ол да үйлі баранды еді ғой. Бұнымен жақын құрбысындай әңгімелесіп, Болатты мақтап, керемет құрметтейтінін айтып, қылымсып отырған түрі есіне түсіп, зығырданы қайнап кетті. Қалайша ғана дәті бар деген. Қашаннан бері екеуі бірге, тіпті сол отырыстың өзінде бетіне күліп қарап, ішінен бұны мазақ етіп отырды ма екен? Сансыз сұрақ жүйкесін жегідей жеп, өзегін өртеп барады. Біраздан соң Айнұр бір шешімге келгендей телефонын алып Дарханға: «Сен қайдасың?» «Иә, ол жерді білемін, қазір келемін», деп тұтқаны қойды. Қайта-қайта Болат телефон шала берген соң телефоны өшіріп тастап, көлігін оталдырды. Дархан өзін кінәлі санап, қипақтап есі шығып тұр. Бұның жылап-жылап ісіп кеткен көздеріне қарап, Айнұр, бәрі дұрыс па? Өңің кетіп қалыпты ғой, не болып қалды, деді алаңдап. Ештеңе де дұрыс емес, деп бастап алған Айнұр ішіндегі қайнап жатқан сырын бірақ ақтарып тастады. Іші босағанмен көңілі жайланар емес. Жанын қоярға жер таба алмай отырған оны құшағына қысқан Дархан: «Мынандай қалпыңмен қалай көлікті өзің жүргізіп келдің? Жүр, мен сені үйіңе жеткізіп тастайын, бірдеңеге ұрынып қаларсың», деді жаймен. «Жоқ, Дархан, тек үйге емес. Мына түріммен балаларымның көзіне қалай көрінем? Бір жерге барып демалып алайыншы, шаршап кеттім», деп кішкене баладай жәутеңдеп отырған Айнұрдың қолынан ұстап, орнына тұрған Дарханның артынан ілесіп жүре берді. Екеуі Дарханның жалдамалы пәтеріне келді. Жұпыны ғана бөлменің іші тап-таза, бәрі өз орнында. Тап-тинақтай жиналған бөлменің ортасында не істерін білмей тұрған Айнұрдың әлі бітіп, бас айналып кетті. Таңертеңнен қара су да ішпеген ол, бүгінгі көрген сұмдықтан соң есін жия алмай, меңіреу адамдай теңселіп тұр. Айнұрға күлімдей қарап: «Енді патша сарайы болмаса да тұрып жатқан жерім осы. Сен демалып ал, ештеңеге алаңдама. Бәрі орнына келер, мен біраздан соң келемін», деген Дархан бұны тастап өзі шығып кетті. Дарханның төсегіне құлай сала көзін тас жұмып жатқанмен, жетесін жегідей жеген мың сұрақ
миын жеп барады. Ары қарай не істеу керек? Есейіп қалған балаларына әкелерінің жасаған опасыздығын қалай түсіндіреді? Өтпелі кезеңде мектеп бітіремін деп дайындалып жүрген олар мына жағдайды қалай қабылдар екен? Бүгінгі көрген жағдайда соң күйеуінің қасында түк болмағандай жүре алмасы айдан анық. Ал бірақ ажырасып кеткен күнде әкелеріне бауыр басып қалған балаларына дұрыс тәрбие бере алады ма? Өмір бойы жұмыс істеп көрмеген бұл енді жанұяны асырайтын қаржы таба ала ма? Неге бүгін жан құрбысы Гүлжанға емес, Дарханға келіп мұңын шақты? Бұның осалдығын пайдаланбай, өзі келіп тұрған келіншекті үйіне әкеп тұрып жағдайын жасап шығып кеткен Дарханның шынымен де бұған деген көңілі бар ма? Кешегі қылығын ешқандай да босаңсық емес, шынымен де ғашықтық сезінбе? Неліктен Дарханды ойласа, өзінің жүрегі өрекпіп кетеді? Бұның да жүрегінде оған деген сезім ұшқыны оянып үлгерді ме? Жауабы жоқ мұң сұрақтан қалжырап ұйықтап кеткен Айнұр оянғанда күн ала көлеңке болып кеш батып қалыпты. Анадай жерде дастархан басында отырған Дархан бұның оянғанын көріп қасына келіп құшағына алды. Қалай, кішкене демалып жеңілденіп қалдың ба? Дархан, кешірші мені. Проблемамен сенің мазаңды алғаным дұрыс болмады. Кеш болып қалыпты, мен қайтайын. Балалар алаңда отырған шығар. Екі қолмен бұның бетінен ұстап, өзіне қаратып алған Дархан, Айнұр, мен сені алғаш көргеннен ұнатып қалдым. Кешегі қылығым да сені басынайын дегенмен емес, шын жүрегімнен шыққан талпыныс. Арам ойым болса, бүгінгі сенің жағдайыңды пайдаланар едім ғой. Бірақ мен сенің келісіміңсіз күйеуіңе деген ашуыңды өз пайдама жаратқым келмейді. Қандай шешім қабылдасаң да сенің тілеулесің боламын, себебі шын сүйемін сені, деді ентігіп. Ыстық демі бетін шарпаған жігітке таңырқай қараған Айнұр оның жасына сай емес байсалдылығына тәнті болып құшағына құлай кетті. Бірақ әлдебір күште жеп, аптыққан жүрегін басып, есін жиып, өзін қолына алған ол жігіттің құшағынан сытылып шығып, Дархан, мүмкін шынымен-ақ сенің маған деген көңілің ақ шығар, бірақ мен сенің сезіміңді қабыл алмаймын. Арамыздың 13 жас екенін ұмытпа, мен сені жанашыр бауырым деп есептейін. Одан артықты менен талап еткенің өзі ұят. Алда не боларын өмір көрсетер. Бүгінгі күнге тағы да рахмет саған, деп ентігіп әр сөзін бөліп-бөліп айтқан ол, икемге келмей дірілдеп тұрған аяқтарын ақырын басып шығып кетті. Ішкі жан дүниесі, Айнұр, қайт, сен де оны сүйіп қалғаныңды жоққа шығарма, сен де бақытты болуға лайықсың деп айқайлап жатса да, ішкі сезімін тұншықтырып, көлігіне келіп отырды. Иә, бәрін дұрыс, деді. Бұның жүрегінде Дарханға деген сезім оянуы мүмкін емес. Ондай ессіз махаббатқа ой алдыратын ақымақ емес бұл. Бұның бәрі күйеуіне деген реніш, ашу-ызадан туған дүние, ешқандай шын сезім емес. Өз-өзімен күбірлеп, алас тұрған жүрегін басып, терең демалып біраз отырды. Бағана лақтыра салған телефонын ашып қарап еді, Болаттың және қызының бірнеше рет телефон шалғанын көріп, дереу қызына хабарласты. Арғы жақтан, мама, сен қайдасың деп еңіреп жылаған дауыс естілді. Жүрегі тарсылдап, не болып қалды, Ақерке, дұрыстап айтшы, деп айқай салды. Папам көлік апатына түсіп қалыпты. Ауруханадан хабарласты, сені таба алмаған соң, Арман мені үйге тастап өзі ауруханаға кетті. Қазір келемін, сыртқа шығып тұр, бірден ауруханаға кетеміз, деп асығыс көлігінен от алдырды. Ауруханаға дәлізінде абдырап, есі шығып тұрған ұлы жылап жіберіп құшақтай алды. Мама, қайда жүрсің? Машинам істен шығып, телефонымның қуаты өшіп қалыпты. Не дейді папаңды, көрдің бе? Жоқ, отаға алып кетіпті, әлі ешкім шыққан жоқ, 1 сағат болды. Екі баласын құшағына алып, беттерінен кезек сүйіп, алаңдамаңдар, бәрі жақсы болады, деп алдаусыратып қойғанымен көңілі алай-дүлей. Қанша иттік жасаса да 16 жыл отасқан жары, балаларының әкесі емес пе? Шын көңілмен Аллаға жалбарынып, күйеуінің аман қалуын тілеп отырғанына біраз болды. Үрпиісіп әкелерін уайымдап отырған балаларына қарап, өзінің Болатқа жіпсіз байлаулы екенін ұғынды. Ота бөліміне шыққан дәрігерге жүгіріп барып, зор үмітпен қарап тұрған үшеуіне, біз қолымыздан келгеннің бәрін жасадық. Жағдайы өте ауыр, ендігі жағдай науқасқа байланысты. Өмірге құштарлығы болса есін жияр, деген дәрігер шаршаңқы түрмен алыстай берді. Енді тек күту ғана қалды. Қолдан келер қайран болмаған соң, балалары үйге қайтарып, жансақтау бөлімінің алдында күзетіп отырған Айнұрға Дархан хабарласты. Болған жайды баяндап, енді өзін мазаламауын өтінген Айнұр бәрін ұмытып өмірін
жаңа парақтан бастауға бел буды. Тек Болаты аман қалса екен. Балаларының бақыты үшін бәрін кешіреді, тек қана есін жиса екен. Осылай жабулы есікке жалтаңдап жалбарынып отырып, таңды көзімен атырды. Бір орында қозғалмай отырғаннан денесі үйіп, белі сынып барады. Бір кезде анадайдан өзіне күлімдеп келе жатқан Дарханды көріп, таңырқағанын жасыра алмай: «Сен қайдан жүрсің? Таң алды ғой», деді. «Саған тісбасар ыстық шай алып келдім. Кешеден бері нәрсі татпаған шығарсың. Кеше бауырым деп кетіп едің ғой, осындайда іздемесем несіне бауыр боламын», деп көзін қысып, қутыңдап алған жігіт лезде салмақтанып: «Айнұр, бәрі жақсы болады, уайымдай бермеші», деп жанына жайғасты. Әкелген тамағын жегізіп, термосқа құйып әкелген қою күрең шайын ұсынған жігітке риза болған Айнұрдың да шаршағаны басылғандай көңілі жадырап қалды. Екеуі әрнені айтып, күбірлесіп есікке жалтаңдап қойып отыр. «Мама, папам қалай?» Дарханмен сөйлесіп отырып, қастарына келіп қалған қызын байқамай қалыпты. «Ақерке, сен қайдан жүрсің? Сендерге өзім хабарласамын дедім ғой, сабағың қайда?» деп сасып қалған Айнұр орнынан атып тұрды. «Сабаққа дейін саған соғып кетуге келдім. Папамды уайымдап ұйықтай алмадым. Саған тамақ алып келдім», деп Дарханға сұраулы көзбен қарап тұрған қызына: «Әзірге ешқандай өзгеріс жоқ, есін жиса айтамыз» деген. «Гаухар апайың тамақ беріп жіберіпті. Танысып қой, мына кісі Дархан ағаң. Гаухар апайының бауыры», деп өтірік айтқанына ұялып, қызарған өңін көрсеткісі келмей бұрылып кетті. «Сен алаңдамай сабағыңа бар, бәрі жақсы болады. Әкең оянғанда бірден телефон шаламын», деп қызын шығарып салды. «Сенің осындай ересек қызың бар деген үш ұйықтасам түсіме кірмепті. Шыны керек, сені өзіммен азар болса 5 жас үлкен шығар деп ойладым. Шынымен өте жас көрінесің, ал қызың өзіңе тартыпты, өзің сияқты әдемі екен», деген Дарханға қатқыл дауыспен: «Сен де енді қайт, жұмысыңнан қаласың», деген бұған: «Қоппалады апай, бірақ өтірік айтқаның жөн болмады», деп жымиған ол: «Айнұр, бәрі жақсы болады, көп уайымдама. Тамақ ішуді ұмытып кетпе. Сенің бұл жерде отырғаның ештеңе өзгермейді. Біраздан соң үйге барып демалып ал. Балаларыңа әке ғана емес, шеше де керек екенін естен шығарма», деп үлкен ағасындай ақылын айтып кетуге ыңғайланды. Бұл күні де ештеңе өзгермеді. Есіктен шыққан әр дәрігерге жалтақтап атып тұрған жандарына жүгіріп барып, бастарын шайқағаннан соң салы суға кетіп, орнына отырып жүріп, кештің батқанын білмей қалды. Кешкілік Гаухар құрбысы келіп, бұның қарсыласына қарамай үйіне алып кетті. Жолай осы 2-3 күнде басынан өткенін ештеңені бүкпей қысқаша баяндай берген бұған: «Да, подруга, өмірің Голливуд отдыхает болып кетіпті ғой. Болат, конечно, сволочь, но сенікі дұрыс, балаға әке керек. Ничего, бәрі дұрыс болады. Болат есін жиса бірден хабарласады қыздар. Бәрімен келісіп кеттім, так что сен қазір бар да ұйықта. Бар проблеманы рет-ретімен шешу керек. И, кстати, мені бауырымнан таныстыруды ұмытып кетіп жүрме», деп күліп үйіне жеткізіп тастады. Балаларын тамақтандырып төсегіне ертеңгі күніне алаңдаумен жатқанмен арсыз ұйқы жеңіп үзіліп кетті. Осылай тағы да 2 күн өте шықты. Тек 3-ші күні таңертең: «Апай, күйеуіңіз өз-өзіне келді, 5 минутқа кіріп шықсаңыз болады», деген медбикенің артынан бойынан дірілдеп баса алмай жансақтау бөліміне кірген Айнұр бірнеше аппараттар қоршауында сұр-сұр болып жатқан күйеуінің қасына келді. Көнектей болып ісіп кеткен бетіндегі сығырайған көздерінен бір тамшы жас шығып, жарылып кеткен дүрдеген еріндерімен естілер-естілместей сыбырлап: «Кешірші», деген күйеуінің қолын үнсіз сипайлай берген. Болат ауруханада ұзақ жатты. Бірақ дәрігерлер оның алған жарақаттарына қарамай өте жылдам сауығып келе жатқанына таңырқағандарын айтып: «Бәрі әйеліңіздің арқасы, сіз осында түскеннен бері осы жердің тұрғыны болып кетті апайымыз», деп қалжыңдаған сайын әйеліне мейірлене қарап, көңілі марқайып қалған ол тезірек үйіне шыққысы келіп, өзі де ерекше төзімділікпен ауруына төтеп беруге тырысты. Соның арқасында тек аяғын сылтып басқаны болмаса, басқа жарақаттарынан құлан таза айығып ауруханадан шығатын күні де келіп жетті-ау. Аман есен үйіне шыққанына біраз туыстары, достары жиналатын болып, Айнұр бар өнерін салып, дастарханын жайнатып, қонақ күтуге дайындалып, зыр жүгіріп жүр. Қонақтар жиналып болып қалғанда, Гаухармен бірге бір құшақ гүлін құшақтап кіріп келе жатқан Дарханды көріп, Айнұрдың көзі шарасынан шығып кете жаздап, жүрегі алқымына тірелді. Айнұрға гүлдерін табыстап Дархан Гаухарға ілесіп төргі үйге өте берді.
Так, товарищи, минуточку, внимание деп айқайлай кірген Гаухар Болаттың бетінен сүйіп, ал аман-есен сауығып өз үйіңе оралуыңмен бүгін сенің екінші туған күніңмен құттықтаймын, бірақ бұл туған күн менің алтын подругамның арқасында болып жатыр, солай емес пе, достар? Үй іші сол кісінің мен сияқты адал достарының арқасында. Вот сондықтан да мен өзіммен Айнұрға қиын кезде қол ұшын созған өзімнің бауырымды да ертіп келдім. Танысып қойыңыздар, аты Дархан деп өзіне тән еркіндікпен дастархан басына жайғасты. Ары қарай бәрі қауқаласып түрлі тілектерін ақтарып, тәтті тағамдарға тамсанып, көңілді отырыс болып кетті. Айнұр әрнені сылтауратып ас үй жаққа жүгіре берді. Төргі үйге кірсе, Дарханмен көзі түйісіп қалса болды, денесін ток соққандай беті қызарып абдырап қала берген соң ол жаққа аяғы баспай қалды. Ас үйге артынан ілесе келген Гаухар: Айнұр-ау, саған не болды? Дарханға қарасаң болды, помидор болып жас қыздардай асып-сасып қаша жөнелгеніне жол болсын, деді құлағына сыбырлап. Гаухар: мұның не, неге оны мұнда ертіп келдің? Несі бар? Сені сұрап құлағымның етін жеп бітті. Қызай, кажется, шынымен сені сүйіп қалған сияқты. Енді бейшара сені көріп мауқын басып алсын, қарағанның өзің тайып кетпес деп сықылықтап күлді. Үзіліс кезінде Дарханның қызы Ақеркемен әлденені қызу талқылап тұрғанын көрген Айнұр, мына кештің тезірек өз мәресіне жетуін іштей тілеп, жылдамдатып шай қамына кірісті. Тіпті Дарханның төр бөлмеге кірмегенін қалап, қызын да шақырмай әп-сәтте шай дастарханын өзі жасап тастады. Екінші дастарханын да Дархан жаққа қарамауға тырысып, өтірік күлімсіреп отыра берді. Қонақтары риза болып қайтқан соң, қызы екеуі ыдыстарды жинастырып, ас үй жақта жүріп алды. Бұның мына қылығына риза болмай, шыдамсызданып, қыздар-ау, ертеңде күн бар емес пе, жат демалсаңдаршы деп күйеуі қайта-қайта келгіштей берген соң, қызынан ұялып еріксіз жатын бөлмеге бет алды. Ақырын келіп шешіне бастағаны сол еді: жаным, сені қатты сағындым, қасымда жүрсең де құшақтап құмарымды қандыра алмай қиналып кеттім ғой деп артынан келіп құшақтап алған Болат мойнынан құлағының түбіне иіскелеп өзіне қарай тарта жөнелді. Мұндай кезде мұрындары балқи кететін денесі Болаттың қолдары тиген сайын шымырлап, домбыраның қылын тартқандай қатайып шыға келді. Оның мына жағдайды байқаған Болат: жаным, бәрі дұрыс па, не болып қалды, деді ентігін баса алмай. Болат: не болды деп сен менен сұрап тұрсың ба? Саған не болып қалды? Неге сен бәрін ұмыттың? Сонда сен ана әйелді де дәл осылай аймаладың ба? Бетін ыстық жас жуып, өңешіне тірелген өксігін демі тарылып кетті. Қойшы жаным, кешірші мені, кешші. Жаздым, жаңылдым, кешірші. Сен мені кешірдім деп едің ғой деп есі шығып бетінен, көзінен шөпілдетіп сүйе жөнелген күйеуін өзінен итеріп: Болат, сен менің жүрегімді тесіп жібергенді ұғасың ба? Мен сені кешірім дегеннен ол тесік бітеле қала ма екен? Саған сенген көңіліме үңірейіп сыза түсіргеніңді білесің бе? Кешірдім сені дегенмен оның орны тола қала ма? Сені бөтен әйелдің құшағында көрген көзімді ұмыту үшін ойып алып тастап қолынан келе ме? Түсінген миымды өшірердей қауқарың бар ма? Жоқ, Болат, сен мені кешір. Мен қазір сенің құшағыңа кіруге дайын емес екенмін. Балаларым үшін, отбасымды сақтап қалу үшін тырысып бағамын. Бірақ тек бүгін емес деп егіліп жылап жіберді. Көз алдында шөгіп кеткендей болған Болат иығы салбырап бөлмеден шығып кетті. Жылаған күйі көрпесіне оранған Айнұр теріс қарап жатып қалды. Болат сол беті бөлмеге қайта кірмеді. Таңертең балалар сабаққа кеткен соң екеуі оңаша қалғанда Болат келіп: Айнұр, сенің көңіліңді қатты қалдырғанымды түсінемін. Өзімді сенің орныңа қойып, түнімен өкінумен жүрегім өртеніп кетті. Бірақ өкінгеннен қайран бар ма? Түсінемін, шайтан айдап кешпес қателікке бой алдырдым. Қолымнан келсе бәрін өзгертер едім, бірақ өткенді өзгерту қолымнан келмейді. Мүмкін мені апатқа түсірген Алла сол қателігімді түзетсін, күнәмді жуып шайсын деп қайта қайтарған шығар. Алла берген мүмкіндікті зая кетірмеші. Енді өткенге қарап өкіне бермей, алдыға қарай бірге қадам басып көрейікші, өтінемін. Маған сенші, сенің қадіріңе жетемін. Енді қарай көзіңнен жас шығармауға тырысамын, деді көзіне тура қарап. Өзінің бұрынғы Болаты қайта келгендей, жүрегінің түкпірінен бір кішкене ұшқын алаулағандай Айнұр: иә, Алла кешіргенде мен кіммін деп үнсіз Болаттың құшағына ене берді.
Міне содан бері 5 жыл өтті, ұлы 20-ға толады деп қуанып, кешке келетін қонақтарына дастархан жаюдың қамымен жүгіріп жүрген Айнұр, далада кәуап пісіретін пешін дайындап болып, сылти басып келе жатқан күйеуіне қарап күлімсіреп қояды. Немене папасы, құдай қаласа жақында ата-апа болып қалуымыз да әбден мүмкін сияқты ғой. Ұлыңның бүгінгі сәнденген түрін көрдің бе? Несі бар, болсақ боламыз, тек сені түріңе қарап тым жассың деп апалар қатарына кіргізбей қойып жүрмес деп еркелетіп маңдайына сүйген күйеуі дайын еттерді алып далаға беттеді. Күйеуінің соңынан қарап тұрған Айнұр тәубе, осы күнге жеткізген Аллаға мың да бір шүкір деп ойға шомып кетті. Күйеуін шын жүрегімен кешіріп татуласқан соң мойнынан бір алып күш түскендей болған. Өмірге деген ынтызарлығы оянып, бұрынғыдай риясыз күлетін халге жетті. Үйлерінде болып кеткеннен соң бірнеше рет телефон шалған Дарханға қанша түсіндіруге тырысса да мазасын ала берген соң телефонын бұғаттап тастады. Гаухар арқылы кездескісі келетінін айтып қоймаған соң құрбысына: «Гаухар, мен Болатпен бақыттымын. Маған одан басқа ешкім керек емес. Енді қайта маған Дархан туралы айтатын болсаң, ренжісеміз» деп қатты айтып тастаған соң, ол да ақылға келген. Сөйтіп, сол үйлерінде көргеннен кейін қайта Дарханды кездестірмеді. Оның қайда екенінен хабарсыз. Өзінің сол кезде ессіз махаббаттың жетегінде жетпей ақылға салып Болатты кешіре алғанына еш өкінбейді. Соның арқасында балалары керемет болып есейді. Бүгін арманы: «Бір қызбен кездесіп жүрмін, мүмкін таныстырамын» деп еді. Ақерке күліп: «Мүмкін екеуміз бірге таныстырсақ қалай болады? Менің де сүйгенім бар» деп жымиған. Арманның ғашығын барын бұрыннан білсе, Ақеркенің жаңалығын бұл үшін күтпеген тосын сый болып, не дерін білмей аузына сөз түспей қалды. Міне бүгін қос құлыншағы өз қалауларын үйге ертіп келмекші, сондықтан да ерекше қобалжып, не істеп не қойғанын білмей әбдігер болып жүр. Арманмен үлесе келген әдемі нәзік қыздың маңдайынан сүйіп, үйге кіргізіп алған ол болашақ келініне ұрланып қарап қояды. Алла бақтарын ашсын деп ішінен бақыт тілеп риза болған Айнұр енді Ақеркенің келуін тосып жүр. Сыртқы есік ашылып, қызының артынан еріп келе жатқан жігітті көргенде, қолындағы ыдысы жерге түсіп, өңі бозарып кетті. Дархан. Дәл өзі. Аяғының астындағы жер теңселіп кеткендей, қол аяғынан жан кетіп жүрегі алқымына тірелді. Өңі бұзылып кеткендей әйеліне бір, қызы мен Дарханға бір қараған Болат ештеңені ұға алмай тұр. Ақерке күлімдеп: «Мама, саған не болды? Бұл Дархан ғой, сендер оны бұрыннан танисыңдар. Гаухар апайдың бауыры» деп анасының мына жағдайын ұға алмай әлек. Дарханның жанары өңменінен өтіп бара жатқандай көзін тайдырып алған Айнұр денсаулығы сыр бергенін айтып, төсегіне жатқан күйі орнынан тұрмады. Кештің сәні кетіп, жастар кетуге жиналды. Балаларды шығарып салып, Болат қасына келіп ұзақ отырғанымен, жұмған көзін ашпаған күйі жатып алған Айнұр ләм-мим деп тіс жармады. Ертеңінде қызын оңаша шақырып алып: «Қызым, Дарханмен қашаннан бері біргесін? Оның сенен қанша жас үлкен екенін білесің бе?» деді қатулана қарап. «Арамыз 11 жас. Бірақ мам, мен оны сүйемін. Махаббат жасқа қарамайды емес пе?» «Жоқ, мен қарсымын. Бүгіннен бастап онымен кездескеніңді доғар». «Мама, менің өміріме араласатындай қандай қақыңыз бар? Мен өзім білем кіммен кездескім келетінін». «Қызым, тыңдашы, ол сені сүймейді. Оның сені сүюі мүмкін емес». «Неге? Неге олай ойлайсыз?» «Себебі сенің ойлағаның махаббат емес. Менің ойымша ол сені алдап жүр. Онда ессіз махаббатқа жол бере алмаймын. Айттым, бітті» деген Айнұр сөз бітті дегенде орнынан тұрып кетті. Анасының мына мінезіне таң қалып, онымен келісе алмаған қызы ренжіп, анасынан сырт айналып кетті. Содан бері мазасыз кеткен Айнұрдың миын мың сұрақ жеп барады. Не істесе екен? Өз ойынша Дархан бұдан өш алу үшін Ақеркенің басын айналдырып жүр. Бірақ мүмкін шынымен де Дархан қызын сүйіп қалса ше? Қызының оны шын сүйетіні көзінен білініп тұр. Қарсылық білдіріп, қызының бақытына балта шауып отырған жоқ па? Әлде Болатқа айтпаған сырын ашып, ақыл сұрап көрсе ме екен? Сонда не айтады? Тіпті шынымен де бұның жүрегінің түкпірінде сезім оты болды ма? Шынымен-ақ бұның жүрегінде ессіз махаббат орын теуіп пе еді? Оны өзі де ұқпайды. Бірақ Дарханды көрсе, әлі күнге жүрегі ерекше өрікпіп кетуін қоймаған. Әлде Дарханмен кездесіп, анығын білсе ме екен? Әлде қайткен күнде де оны күйеу баласы ретінде қабылдағысы келмейтіні бір Аллаға хақ. Басы қатқан мың сұрақ
сұраққа қандай жауап тапса екен? Осылай сырын ақтарған кейіпкерім сіздерден көмек сұрап. Құрметті оқырмандар, менің әңгімем өз мәресіне жетті. Қалайша неге аяқсыз деп сөге жамандамаңыздар. Себебі кейіпкерім әлі бір шешімге келе алмай, қызы екеуінің араларындағы түсінбеушілікті қалай реттерін ұқпай, Дарханның пейілінің шынайы екендігіне көзі жетпей, енді қандай қадам жасарын білмей, сіздердің орталарыңызда отыр. Ал мен тек бір шама кейіпкерімнің басынан кешкенін, ішкі жан дүниесін ашып көрсетуге тырыстым. Ойланғандай болып жеткізе алдым ба? Әңгіме сізге ұнады ма? Енді сіздердің пікірлеріңізді күтемін. Өмір атты бұралаңдаға қойған сан сұрағына не деп жауап бересіздер? Не ақыл қосасыздар? Жазыңыздар, кейіпкерім оқып керегіне жаратсын. Достар, менің каналыма тіркеліп және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өзіңізге ұнайтын кітаптың аудиосын тыңдағыңыз келсе, комментарийға жаза кетіңіз.